Сәлем достар, осы видеода әдемі әрі сәнді жастықтардың бірі валик жастықтың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 9 дана құрақ блоктары қажет болады. Мен осы валик жастықты мынадай күрделі тырнақ құрақпен тігуді жөн көрдім. Енді осы құрақтарды мынадай түрде 4-4-деуден біріктіріп тіккен кезде әдемі қазіргі кездегі хит болған шашу жастықтарды тігуге болады. Небәрі 2 түрлі түстен әртүрлі сәнді жастықтар шығаруға болады. Ал енді біздің валик жастыққа 9 данасы қажет болады. Осында құрақ блоктардың өлшемі 21,5 см квадрат болды. Құрақтарды орналастырамыз. Өзіңізге кез келген әртүрлі құрақ блоктарын пайдалануыңызға болады. Әртүрлі құрақ түрлерін. Міне 9 данасын осылай топтаймыз, және бұларды бір-біріне біріктіру үшін мынадай түрде тігінен бөліп аламыз. Енді мынау бірінші бағандағы тұрған 3 құрақты біріктіріп тігеміз. Міне тігіп алдық. Енді қалған 2 бағандағы құрақ блоктарында осылайша бір-біріне қосып тігіп аламыз. Сонда бізде мынадай 3 жолақ пайда болады. Енді осыларды бір-біріне қосып тігіп алу керек. Осыларды біріктіріп тіккен кезде мына нәрсеге мән беріңіз. Әрбір құрақ блоктарының тігістері бір сызықтың бойында тұруы керек. Сол кезде тіккен құрақ блоктарыңыз өте әдемі көрінеді. Міне мына қатарды тігіп алдым. Міне көрдіңіздер ме? Яғни бұлар бір-бірімен қиылысқан кезде әдемі көрінеді. Мына бағандағында солай тігіп алдық. Міне бір түзудің бойында жатыр тігістері. Енді бұның өлшемі 58-58 см болды. Ал біздің валик жастығымыз 70-70 см болу керек. Тігіске 2 см кеткенде бізде 72 см болады. Енді қазір біз мына сырманы орнатып аламыз. Бұның ұзындығын 58 см деп алдым. Ал ені 9 см болды. Яғни бұлардың барлығын біріктіріп қосып тіккен кезде біздегі валик жастықтың ұзындығындағы 72 см құрауы керек. Осы жасырын сырманы тігіп аламыз. Сырманың тігілу жолын менің алдыңғы видеоларымнан да таба аласыздар. Сіздерге түсініксіз болса, осы видеоның астына сырманың тігілу жолы бар видеолардың сілтемесін қалдырамын. Жасырын сырманың оң жағын мата жолақтарының біреуіне оң жағын бір-біріне қаратып қоямыз, және инемен қадап шығамыз. Лапканы ауыстырып алдым. Менде лапканың бір жағы осындай жасырын сырмаға арналған. Яғни лапканың ашық жерінде біздің мына сырманың тістері тұрады. Осы тістерін аша отыра тігеміз. Сырманы тіккен кезде міндетті түрде инемен қадап алыңыздар. Себебі астындағы мата жылжып кетуі мүмкін, жиырылып тігілуі мүмкін. Екі жұмыс болмас үшін инемен қадап алып тіккеніңіз дұрыс болады. Негізінде жіптеріңіздің түсі сырманың түсіне сәйкес болуы керек. Мен 2 апта карантин режимін сақтап үйде отырмын. Сол үшін жіп сатып алуға мүмкіндігім болмады. Ал егер сіздің мүмкіндігіңіз болса, тіккен кезде сырманың түсіне сай жіппен тігулеріңізді кеңес етемін. Міне біріншісін тігіп алдық. Инелерін алып тастаймыз. Міне мына тістерін ашқан кезде бізде тігісі көрініп тұр. Ал сырманы жапқан кезде бізде ешқандай сырма көрінбейді. Енді екінші матаға тігіп аламыз. Біріншісінде сырманы қалай орналастырған болсақ, мұнда да солай орналастырып тігеміз. Яғни сырманың оң жағы мен біздің матамыздың оң жағы бір-біріне қарап тұрады. Мұны да инемен қадап аламыз. Инемен қадаған кезде мен сырманың бірінші басы мен екінші ұшын инемен қадап аламын. Сосын
ортасын қадаймыз. Одан кейін әрбір иненің ортасынан тағы да инемен қадап шығамын. Мұны тіккен кезде де лапканың ашық жерінде сырманың тістері тұрады. Осы тістерін аша отыра тігеміз. Міне тігіп алдық. Тіккен кезде бізде ешқандай сырма көрініп тұрған жоқ. Жасырын сырма осылай тігілуі керек. Енді мына жерді сырманың шетін бірнеше рет қайтарып тігіп аламыз, ашылып кетпес үшін. Тігіп болғаннан кейін артығын қиып алып тастаймыз. Ең алдымен лапканы ауыстырып аламыз. Және бірнеше рет қайтарып шетінен тігеміз. Тігіп алдық, артығын қиып алып тастаймыз. Сырманың екінші басын тіккен кезде мына жердегі соң басындағы шектеу бар. Осы шектеуден бастап мынадай етіп қоясыз. Бір-бірінің үстіне. Сосын мына сызық арқылы бірнеше қайтарып тігіп шығасыз. Егер артқа қарай тігісіңіз жоқ болса, онда қолмен де тігіп қоюға болады. Міне тігіп алдық. Мына сырманы жапқан кезде міне мынадай шеті көрінбей тұрады. Сырманы тігіп алдық. Сырма дайын. Енді осыны мына құрақ блоктарының бір шетіне жалғап тігеміз. Міне тігіп алдық. Енді бұның ұзындығы 72 сантиметр болды. Валик жастықты 72-де 72 сантиметр етіп жасаймыз. Енді екі шетіне біз мынадай жолақтарды қосамыз. Яғни біз 72 сантиметрге жеткізуіміз керек. Сол үшін ұзындығы 72 сантиметр болатын. Ендері әртүрлі осыған түстес жолақтарды таңдап аламыз. Және оларды бір-біріне қосып тігеміз. Қосып тігіп алғаннан кейін менде дайын кант болған жоқ. Енді сол кантты үйден қолдан тігеміз. Ол үшін ені 3,5 сантиметр болатын мата жолағын қиып аламыз. Бұл менде түрік велюры матасы. Енді жолақтарды мынадай түрде орналастырамыз және мына бұрышынан мына бұрышына дейін тігіп шығамыз. Үстіңгі жолақтың бұрышынан астыңғы жолақтың бұрышына дейін 45 градуста тігіп шығамыз түзу тігіспен. Тігіп шықтық, шетіндегі артық матасын қиып алып тастаймыз. Бұлай қиғаштап тіккеніміздің себебі, қазір оны бір-біріне қосып тіккен кезде бізде мата қалың болмас үшін. Тігу оңай болу үшін осылай қиғаш түрінде тігіп аламыз. Енді менде мынадай шнур бар екен. Негізінде осындай шнурларды сатады, арзан метрлеп. Арнайы кантқа арналған шнурдан тігуге болады. Ал менде үйде бар шнурмен тігемін. Жасырын замокқа арналған лапканы аламыз. Және лапканың бір шетімен тегістеп тігіп шығамыз. Міне мынаны бір-біріне қосып тіккен кезде мата қалың болмайды. Тігілуі оңай болады. Сол үшін бастапқыда лентаны қиғаштап тіккен болатынбыз. Міне кантты дайындап алдық. Кантсыз да тігуге болады, ал кантпен тіксеңіз әдемірек болады. Кантымыз дайын. Енді валик жастықтың екі шетіне бізге екі мата жолағы қажет болады. Ұзындығы 72 сантиметр, ені 14 сантиметр. Енді тігіп алған матамызға
Қазір осы кантпен мата жолағын екі шетіне қосып тігіп шығамыз. Екі шетіне мынадай түрде орналастырамыз. Канттың домаланған жағы, яғни шнур кірген жағы бізде оң жағында тұрады. Және мына шетіндегі жолағын, яғни оң бетін бір-біріне қарата отыра, жастық бетіне шетінен тігіп шығамыз. Ең алдымен канттың өзін ғана бірінші тігіп алған оңай болады, сосын бетіндегі күлгін түсті жолақты қосып екінші рет тігесіз. Мына екінші жағында дәл солай тігіп шығамыз. Ортасына кантты қоямыз, үстіне лентамызды қойып тігіп шығамыз. Міне бірінші кантты қойып тігіп алдым. Жасырын замокқа арналған лапкамен тігіледі. Канттың дөңес жері ішінде қалады. Оның бетіне екінші жолағымызды орнатамыз. Оң беті бір-біріне қарап тұрады. Шетінен түзу тігіспен тігіп шығамыз. Мұны тіккен кезде кантқа қарай тігісті итеріп тігу қажет болады. Сол кезде канттың тігістері көрінбейді. Енді мына шетінен ішке қарай екі жағынан, қазіргі қосқан күлгін лентаның екі жағынан ішке қарай 2 сантиметрге қайтарып тігіп шығамыз. Мұнда қайтарған кезде тігіспен мұна бүктелген жерінің ортасынан бір шнур немесе жуан жіп өтетіндей болуы қажет. Міне қайтарып тігіп алдық. Мұна тігіс жүргеннен бастап бүктелген жердің ішінен бізде қалың жіп немесе бір шнур сиятындай болу керек. 2,5 сантиметрге сәл ғана жетпейді. Енді замок тігілген жақтан міне мынадай түрде бүктеп аламыз. Ұзына бойы тігіп шығамыз. Тігу барысында мына сызықтары, мата жолақтары барлығы бір сызықтың бойында тұрғаны дұрыс болады тігістері. Міне тігіп шықтық. Енді мынау қалғанын қиып алып тастаймыз. Және кішкентай күйдіріп жібереміз шнурды. Мінекей тігіп алдық. Енді қазір осы жастықтың ішкі бөлігін тігеміз. Жастықтың сыртқы бөлігі дайын болды. Енді ішін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 72-де 72 сантиметрлі мата қажет болады. Және бізге диаметрі 24 сантиметр болатын екі домалақ мата керек. Енді қазір осыларды біріктіріп тігеміз. Тіккен кезде мынадай етіп бүктейміз. Оң беті бір-біріне қарап тұрады. Енді мына екі шетінен бір-бір қарсы жерін тігеміз. Ортасын ашық қалдырамыз. Ол бізге ішіне толтырғыш үшін қажет болады. Және тігіп болғаннан кейін екі шетіне дөңгелек матаны тігіп шығамыз айналдырып. Ішіне толтырғыш үшін мен синтепонды пайдаланамын. Мақта пайдалансаңыздар да болады. Холофайбер пайдалансаңыздар болады. Және егер өзіңізге үйге пайдаланатын болсаңыз, ескі киілмейтін киімдермен де толтыруға болады. Кейбіреулер мата қалдықтарымен, қолданбайтын мата қалдықтарымен де толтырып жатады. Енді қазір мына синтепонның ені сатып алған кезде 1,5 метр болады, 150 сантиметр. Ал бізге ұзындығы 140 сантиметр қажет болады. Осы 140 сантиметр жағын екіге бүктейміз, яғни 70-те 70 сантиметр етіп бүктеп аламыз. Ені 150 сантиметр болды. Ал ұзындығы 140 сантиметр болды. Осы 140 сантиметр жағын екіге бүктейміз. Сонда бізде бүктелгені 70 сантиметрден болады. Және ол екі қабат болады бүктегеннен кейін. Синтепон үлпілдек болғандықтан біз бұны қысып, басып, домалатуымыз қажет. Немесе көлемі үлкен болып кетеді. Домалатып алдық. Енді осы шетін қолмен ірі тігіспен тігіп шығамыз. Сосын ол шашылып кетпейді. Көлемін жақсы сақтайды. Сәндеп тігудің қажеті жоқ.
ірі тігіспен жүргізіп шығамыз. Яғни бір-бірін қосып. Мінекей пішінін сақтап тұру үшін біз шетін тігіп шықтық. Домаланған жеріне қосып, ішіндегі толтырғышы дайын болды. Тігіп алған астардың ішіне саламыз. Міне салып болдық. Енді мына жерін қолмен тігіп шығамыз бір-біріне қосып. Мінекей жастықтың іші дайын болды. Жастықтың екі шеті бекітілмегендіктен мен осы шетінен салып жатырмын. Кейініректе сырмасы арқылы алып салуға болады. Енді қазір екі шетінен біз қайтарып тіккен болатынбыз. Ішіне шнур сиятындай қалу керек деп айтқанмын. Енді соның ішіне қазір жіпті салып байлап қоямыз. Көбіне матаның шетін қиған кезде оның шетін алып қоятынмын. Енді соны қазір пайдаға асырамыз. Сол қиып алған матадан қиып алған жіпті қазір мына жерден өткіземіз. Мінекей жіпті өткізіп алдық. Енді бұны барынша тартамыз. Тартқан кезде де біркелкі жинап тартамыз. Сосын екі жіпті бір-біріне қосып байлап қоямыз. Байланған жіптің артығын ішіне кіргізіп қоюға болады. Қиюдың қажеті жоқ. Жіп қысқа болса, ол сыртына шығып кетуі мүмкін. Сол үшін ұзын күйінде қалдырып, ішіне кіргізіп қойған дұрыс болады. Немесе шнур кіргізбеймін дейтін болсаңыздар, қолмен тігіп қоюға болады. Міне сырмасы ашылады осылай, және ішіндегісін бөлек алып, сыртын бөлек жуып алуға болады. Міне біздің бүгінгі сәнді валик жастығымыз осымен дайын болды. Екі шетіне әдемі брош тағуға болады. Мендегі бар брош осы болды. Осыны тігіп қойдым. Бұл жастыққа ерекше сән береді. Құрметті достар, осы видеода сәнді жастықтардың бірі валик жастықтың тігілу жолымен бөлістім. Енді келесі видеода осы валик жастыққа қажет болған тырна құрақтың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Ол видеоны өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыз. Сіздермен болған Жадыра Шералықызы. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.